Сәлем қыздар! Бүгінгі видеода ең оңай тігілетін шұйқырақтың түрін көрсетемін. Бізге керектісі міндетті түрде астар мата, ортасын белгілеп аласыздар. Және де менің ортасынан тігілетін көздің өлшемі 4-4, негізі 3-3 етіп алсаңыздар болады. Көзімізді ортасына қойып айналдыра тігіп шығамыз. Менің таңдауым бойынша қазір екі жағын сары түсті матамен қоршап тігіп шығамын. Лентамның размері ені 3 см. Және де оң жағын бір-біріне беттестіріп тігесіздер. Басында кішкене машинаны жүргізіп жіберіп, қырқып алсаңыздар оңай болады. Екінші жағында сары түсті лентамен қоршап тігемін. Кішкене жүргіземін және қырқып аламын. Енді мен келесі жағына қоңыр түсті матаны таңдадым. Міне қоңыр түсті мата. Бірінші жағын қоршаймын және екінші жағын қоршаймын. Міне бірінші қатарымыз дайын, енді екінші қатарды жүргізетін боламыз. Қыздар, бұны бір тігіп үйреніп алсаңыздар өте оңай. Қайталанатын әрекеттер, қатарды жүргізіп кете бересіздер, яғни түсті маталарды бір-біріне беттестіріп тігіп, қайталап кете бересіздер. Мен қазір 3 қана қатар тігетін боламын. Негізі 5, 6, 7 қатар тігсеңіздер өте әдемі көрінеді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, себебі өте оңай. Мен қазір 3 қатар тігіп болған соң, айналдыра жағын тігіп шығып, артық маталарды қырқып тастаймын. Жалпы тігілу жолы осындай. Қыздар, жалпы бұл құрақты сіздерге менің өзімнің командамен бірге тігіп отырмын. Қызымды алдыма алып, ұлыма ертек айтып. Бұл құрақты тігу өте оңай. Жалпы қыздар, қатысынамаңыздар асығыс түсірілген видеоға. Жалпы осы тігілу жолын үйреніп алсаңыздар, бұл қайталанатын әрекеттер, сондықтан өте оңай тігілетін құрақ. Міне қыздар, көрдіңіздер ме? 3 қатардың өзі сондай әдемі көрініп тұр. Сіздер 4, 5, 6, 7 қатар тіксеңіздер тіпті әдемі көрінеді.